Ассаламалейкум, ардақты алаш жұрты, құрметті ұлы көшкен мүдделі қауым және Қазақ Арманы партиясының тобында отырған қолдаушылары. Енді Құдайға шүкір жұмысымыз жақсы жүріп бара жатыр. Бір-екі күннің ішіндегі нәтиже осы ауыз толтырып айтарлық деп айтуға болады. Бірақ бұл басы ғана, кіріспес деп айтуымыз керек. Енді айтып жатырмын ғой, партия құру үшін кемінде 20 мың адам керек. 20 мың адам. Сондықтан біз ол 20 мың адам тіркелді деген сөз, біраз адам хабарланды деген сөз. Топ туралы көп адамдар әңгіме айтып жатыр, мақсаты деп. Мақсат сол партияны жақтайтын адамдар бір жерде отыру керек болды, сол бір тудың астында отыру керек. Біз жұмыстарымызды жасап жатырмыз. Енді ары қарай ел аралаймыз, қол жиямыз. Сол кезде қай ауданға барғанда, қай облысқа барғанда, қай қалаға барғанда, сол қаланың адамдары осы топтардан хабарланып, ары қарай кездесулер өткізіп, қол қою жұмыстарын істейміз. Осы үшін керек. Сосын енді зерігіп қалсаңыздар, аздап әңгіме айтып отырыңыздар. Ең басты әңгіме мынандай. Жаңағы өздеріңіздің қандай қиыншылықтар болып жатыр осы Қазақстанға келуде, сіңісуде, құжаттану, жер алу мәселелерінде ше. Ешкімнің атын атап нетпей қойыңыздар енді, әкімдердің көңіліне келіп қалып жүрмесін. Бірақ жалпылама былай айтып отырсаңыздар, біз тыңдап отырсақ, халықтың өмірінен, тұрмысынан хабар тауып отырсақ, бұл біздің алдағы қызметімізге жақсы болады деп есептеймін. Бұл бір. Екінші, даудамай кейде көбейіп кетіп жатыр, құрметті ағайындар. Енді онсыз да болмайды ғой. Адам баласы болғаннан кейін әртүрлі мінезде адамдар болады, сана сезімге де байланысты болады көп нәрселер. Сондықтан оны бәріне бас ауыртудың қажеті жоқ. Мен бір әңгіме айтып бергім келіп отыр сіздерге осыған байланысты. Осыдан біраз күн бұрын 24 күні мен осы партия құратынымды жарияладым. Сонда мен 24 жыл болғанымды Қазақстанға келгенім, соның 12 жылы алғашқы Тұманбай Молдағалиев деген қазақтың аса көрнекті ақынның қасында өткенін айтты. Мен сол сөзді бекер айтқан жоқпын. Мен Тұмағаның атын бұл жерде бекер атаған жоқпын. Уақыт алып біраз сөйледім ғой енді. Сол кісінің атын бекер атаған жоқпын. Тұманбай Молдағалиев, өздеріңіз білесіздер, қазақтың аса көрнекті ақыны, лирик ақыны. Өмір бойы махаббатты жырлаған, сосын жаңағы адамгершілікті жырлаған сондай кісі. Бұл кісі 35 жыл туылған, еңбекші Қазақ ауданының адамы, жетім болып өскен, үш әкесі соғыстан оралмаған, сондай бір қиыншылықта өскен кісі. Бірақ енді ақындықта сол Қадыр екеуі қатар аталады, Қадыр Мырзалиев екеуі. Қазақтың ұлы ақын деп айтып жатады. Ленин комсомолы сыйлығынан бастап, Қазақстанның мемлекеттік сыйлығын, бүкіл түркі дүниесінің Физули атындағы сыйлығын алған, Қазақстанның халық жазушысы, Отан орденінің иегері, әйтеуір Қазақстанда бар атақтың бәрі алған. Осы атаққа жүгірмеген, бірақ атақ өзі келген ол кісіге. Мен Қытайдан Қазақстанға келетінде сол кісіні іздеп келдім. Өткен өлеңдерін оқыдым. Басыма жастанып жүріп оқып, мен Қазақстанға барсам Тұманбай Молдағалиевті іздеймін деп келдім, таныстым. Ұзақ әңгіме ол, қысқартып айтайын. Сосын ол кісі маған айтты, бала менің қасымда жүре бер деп, 29 жас дедім. Содан бастап 2011 жылы 10 қазанда Тұманбайға қайтыс болды. Содан осы 99-дан басталды ғой деймін, 11 жыл. Сол 12 жыл сол кісінің қасында жүрдім мен. Қасында жүрдім, күндіз-түн деп айтуыма болады. Астанаға бір кетіп қалып едім, әкеліп алды. Мұхтар Құл-Мұхаммедтен Балдырған журналына штат сұрап алып, мен әкеп Балдырған журналына жұмыс қалды. Енді осы кісіде бір керемет ерекшелік болды. Адам баласын жамандамайды. Адам баласына зияны жоқ. Қолынан келсе жақсылық істейді. Осыдан басқа бір бейберекет әңгіме айтып, біреу бүйтіп әңгімелей бастаса, тиіп тастайды. Айналасында достар бар, бірге жүретін, қарт ойнайды анда-санда зеріккенде. Сонда сол кісіге бәріміз үйреніп кеткенбіз. Ол кісінің алдында саясат, мына әңгіме айтпаймыз, кәдімгі сондай. Жақсы адам болды. Әкем сияқты болып кетті. Менің әкем жасап үлгермей кеткен, ағаларым жасап үлгермей кеткен, марқұм болып кеткен. Парыздарды сол кісі өтеді, үйлендірді, құда болды. Енді тағы бір ерекшелігін айтайын сол кісінің. Осы атағы ерте шыққан
алыс жақыннан Алматыға қарай ағылады ғой жастар, мектеп бітіре салып, ақындар көбінше. Бәрі Тұманбай Молдағалиевті іздейді екен, соның бәрі. Келген, анау Қызылордадан Ибрагим Исаев келген, анау Торғайдан Серік Тұрғынбек пенен Кеңшілік Мырзабеков келген, қойшы Жұматай Жақыпбаев Талдықорғаннан келген, бәрі солардың бәрін оқуға түсіріп, жұмысқа алып сөйтіп жүреді екен. Соның сыртында мынау 62-ші жылы Қытайдан келді ғой, 55-тен бастап 62-ші жылы 200 мыңдай, 250 мыңдай қазақ келді ғой. Сол жақтан келген таланттылардың бәріне көмектескен. Мысалы Төлеубек Жақыпбаев деген кісінің жұмыс қалған, солардың бәрін айналасында жүрген. Аманхан Жақып деген кісіменен ауылына барып, әдебиет насихаттау жұмысымен барып, сол кісінің үйінде жатып, тұңғыш рет кітабын шығарып берген, солардың бәріне әңгімесін айтып отыр. Біздің Шәкен Оңалбаев деген Қытайда тұратын үлкен ақылымызбен жазушылар одағын басқарды. Бала күнде қаталысқан дос екен, ол әңгімені айтып отыратын. Ал енді тәуелсіздіктен кейін екінші көш келді ғой, біздің көш келді мысалы. Сонда мысалы үлкен жазушылар келді. Соның біреуі Серік Қапшықбай деген ақын. Сол Мәрпуға Айтқожина деген 62-ші жылы келген апайымыз ақын. Сол кісі айтыпты, осы Серік деген үлкен ақын еді, мемлекеттік сыйлықтың иегері еді, бір жерде күзетші болып отырды. Сол ертіп келді деп, ертіп келіп, соны Балдырған журналына жұмыс қалыпты. Мен келгенде Серік Қапшықбай ағамыз Балдырған журналында қызметкер екен. Содан кейін Құлкерім Елеместі алған. Одан кейін мен алды. Кім Серік аға пенсия ашып кетті. Содан Серік Нұғыман деген қазақтың талантты жазушысы бар, Леден келген. Оны алды. Азыр сол Тұмаға қайтыс болғанға дейін сол Серік, мен, жаңағы Құлкерім үшеуміз сол кісінің қол астында жұмыс істедік. Ол өзі біраз сөз болды. Тұманбай Молдағалиев Қытайларды жеп алды деген. Көрдіңіз ба? Бірақ ешкім бата алмайды. Біз сол кісінің қасында жүріп Балдырған журналында жұмыс істедік. Қолымыздан келгеннің бәрін жаздық, істедік сондай. Балаларға арнап шығармалар жаздық. Көрдіңіз ба сол кісі? Енді осындай адамнан тағы біреу бар. Мен әділеттілік үшін айта кетейін. Дархан Қыдырәлі деген біздің бауырымыз бар. Қазір ақпарат және қоғамдық даму министрі. Бұған дейін ол кісі Түркі академиясын басқарды. Егемен Қазақстанның басқарды, газетін басқарды, басқарма төрағасы болып. Оның алдында президенттің әкімшілігінде жұмыс істеді, тұңғыш президенттің баспасөзін басқарды. Мен ертерек таныстым ол кісімен, 2007 жылдар таныстым. Түркиядан оқыған үлкен ғалым. Бір таңғалам, сол кісінің қасында да шетелден келген қазақтар өте көп қазір. Түркі академиясында Ағеділ Тойшан деген менің құрдасым жұмыс істейді. Егемен Қазақстанда көп деген саусылдап жүр. Біраз қазақтар соғысы жұмысқа тартты. Шеттен келген қазақтарды. Бекен Қайрат деген ағамыз жұмыс істейді сол жерде. Анау Қазақ әдебиеті газетінен жұмыстан босап еді. Босай салып, соны өзі телефонын тауып, өзі звондап шақырып апты. Қазір айтам. Дүйсенәлі, Әлім ақын деген жігіт, ақын жігіт, әдеби сыншы. Сол жігітті Дархан Қыдырәлі өзі шақырып алған. Ал енді сіз басқа мекемелерге барып жұмысқа тұрып көріңіз, жолатпайды. Ойбай, мынау Қытай, анау Моңғол, ондайдың 99-ын көрдік. 99-ын көрдік. Бірде-бір партиялар жолатпай отыр ғой саяси кеңесіне. Демек, осындай адам болады. Енді сол Тұманбай ағаны не үшін айтып отырмын? Сол Тұманбай аға маған бір күні мынандай сөз айтты. Өсиеттер көп. Сен ойлап қалма, Тұманбай Молдағалиевті бүкіл қазақ жақсы көреді екен деп. Мен адам баласына жасаған қиянатым жоқ, бірақ неге екенін білмеймін, танымайтын, менді жек көретін адамдар бар дейді. Өзінен өзі жек көреді дейді. Мен танымаймын, сен қалайсың деген пенде емеспін дейді. Қолымдан келгеннің бәрін істеп, жақсылық, алдыма келгеннің бәрін жақсылық істеймін, өзің көріп жүрсің ғой дейді. Қараптан қарап отырып, маған өшігіп, маған осы сыртымнан жодырғын түйіп, өстіп жүретін адамдар бар дейді. Сондықтан, Ауытжан, айналайын, өмір деген осы, мен сенен пәленбай жас үлкен, әкеңдей адаммын, заңдылық бойынша үлкендер бұрын кетеді ғой дейді. Егер мен кетіп қап жатсам, біреулер мені жамандап отырса, сен солармен қызыл кеңірдек болып, ойбай деп менің арама түсіп, маған нетпей-ақ қой дейді. Ол адаммен шармаяқтаспай-ақ қой дейді. Ақырен орнынан тұрып үндемей кетіп қал дейді. Өйткені мені жамандаған адамдар дұрыс адамдар емес ол дейді. Ол дұрыс адамдар емес дейді. Мен не істедім оларға дейді. Көрдіңіз ба? Осындай болады. Сондықтан осы сөздер сіздердің де естеріңізде болсыншы. Мен осы ұстанымды ұстап келе жатырмын. Бірақ қазірге дейін Тұманбай Молдағалиевті жамандаған адам көрген жоқпын. Бәрі сағынышпен еске алады. Айналайын, құрметті менің партияластарым, сіздерге айтайын. Сондықтан мен де пендемін, мен де біреуге ұнамаймын. Ұнау міндетті емес елдің бәріне. Бірақ сондықтан мен жайында бір ағай бұрыс әңгімелер айтып жатса, солармен қызарақтасып айтыспай-ақ қойыңыздаршы. Мен сіздерден өтінетін едім. Ақырен үндемей қойсаңыздар кетеді. Мүмкін сол менің де мінезім дұрыс емес шығар, біреулерге ұнамайтын шығармын. Ол заңдылық қой енді.
ұнамауы мүмкін, біреулерге ұнауы мүмкін. Бірақ адамның өзіне қарағанда сол ісіне көбірек қараған дұрыс деп ойлаймын мен. Енді шамам келгенше 12 жыл жүгіріп осы көші-қонның біраз нәрселерін оңына келтірдім ғой. Құдайға шүкір игілігін қандастар көріп жатыр. Енді оны соны да екі еселеп, 4 қаттап жақсылап отырып, осы көші-қонның саясатын президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың жаңағы дүниежүзінде қазақтардың басын туған жерде біріктіру біздің қасиетті парызымыз деген деңгейге жеткізгім келеді. Ұлттық мүддені бірінші орынға қойған өте маңызды деді ғой президент осы көші-қон саясатында. Тура соған жеткізгім келеді. Менің арманым осы партия құрудағы. Түсіндіңіздер ме? Ассамблея деген бар. Қазақстан халқының ассамблеясы деген. Оның құқықтық мәртебесі тағы қайталап айтып қояйын. Ата заңмен бекітілген. Ата заңмен 5 депутаты сенатта отырады. Мен осы көші-қон саясатын тура сол деңгейге жеткізіп